Bir компанияға консалтинг қызметіміз көрсетіп жүргенбіз. Сол кезде ол компания өзіне сату бөлімінің басшысын алды. Ол жігіт жұмысқа орналасып, жұмысын істеп жүрді. Кейін колесадан машина қарап отқан ғой. 1-2 миллион теңгелік, 3 миллион теңгелік машиналарды қарап отқанда, кәсіп иесі оны көріп, кабинетіне шақырғанда, сөйтіп айтқан ғой: "Сен неге 3 миллион машинасын қарап отырсың? Давай 18-20 миллион машинасын қара. Давай ауыстыр мышлениеңді." Сөйтіп ол жігіт өзінің қазіргі деңгейіне тура баға бермей, сондай көліктерді армандап, сондай суммаларды армандап кетті. Тіптен түбі не болды? Ол жігіт жұмыс істемеді, жұмыстан шығып кетті. Неге? Өйткені жаманда мен өзім дайын емес нәрсеге секіргенімше, егер менің грузоподъемностьім 3 килограмм болатын болса, мен 4 килограмм амасат қоюым керек. Жай бірден емес. Егер мен 3 килограммдық грузоподъемность болып тұрып 10 килограммды өзіме жүктейтін болсам, мен белім ауырады, мен аяғым ауырады, буындарым ауырады, мен көтере алмаймын ол нәрсені. Мен сынамды. Тура сол сияқты мен табысымды өсіргім келсе, бір жақсы көлік қалайын ба, мен оған белгілі бір уақытты бөлуім керек. Кешіріңіз, менің көлігім мүлде жоқ, мен табысым кішкентай, бірақ бірден джип мінгім келеді. Болмайды олай. Қарапайымнан баста, аз-аздан, тұрақты түрде, үздіксіз деп біздің пайғамбарымыз айтып кеткен.